Мамаш хан қазақ хандығының 5-ші ханы. Ол Қасым хан отбасында 1480 жылы дүниеге келген. 1521 жылы қазақтың ханы Қасым хан ел астанасы Сарайшық қаласында қайтыс болады. Сол жылдары жас ханзада Мамаш қазақтың ханы болып сайланады. Таққа отырысымен Ноғай ордасына жорыққа шығады. Сол кезде Ноғай ордасының мырзаларын жеңе бастайды. Сол кезде Мамаштың абыройы мықты болады әскер алдында. Сол кезде Ноғай ордасында жорық кезінде қазақтың әскері сол жақта болғанын пайдаланған Моңғолстан қазақтың жеріне басып кіреді. Сол кезде Жетісу өңіріне. Сол кезде әскерін екіге бөлінеді. Жартысын Ноғай ордасынан, жартысын өзі бастап, Моңғолстан әскерін тас-талқан шығарып, Жетісу жерінен қуып шығады. Сол кезде қазақ хандығында алауыздық болады. 1522 жылы қазақ хандығында азамат соғысы болады, Шыңғыс хан ұрпақтарында. Сол азамат соғысы басу үшін 1523 жылы азамат соғысынан тойтарыс бере алмай, сол өзінің қарсы шыққандарынан қаза табады. Сол кезде Мамаш тарихта қалады. Ол ұзақ билік құрмады. Қазақ хандығында қысқа билік құрған Мамаш, содан кейін Бұйдаш болған хандар. Мамаш із қалдырды. 1521-1523 жылдары қазақ хандығына шекараларына жорық жасаған, Ноғай ордасына Моңғолстан елінен тойтарыс берген ең мықты хан, қолбасшы болған.